Бәріне сәлем, менің есімім Үміт, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін перзентхана сөмкесін көрсететін боламын. Бұл жерде ең керек заттар, көріп тұрғандарыңыздай тек бір сумка, 2-3 сумка емес. Бұл менде екінші жүктілік. Бірінші жүктілік кезде мен сумкарадом екі үлкен осындай сумкамен кеткен болатынмын. Ішінде артық заттар өте көп болды. Енді осы екінші жүктілікке тек ең керек заттарды жинадым. Сол себепті сіздерге де пайдалы болады деген үмітпен осы видеоны түсіріп отырмын. Ендеше көрейік. Ендеше бастайық. Роддомға барған кезде біздің документімізді сұрайды. Ол біздің жүктілік бойы қасымыздан тастамайтын обменный картамыз. Осыны міндетті түрде салып аламыз, ұмытпай. Пакет. Бұл пакет сіздің үйден киіп келген киімдеріңізді салып жіберуге қажет болады. Ал енді роддомға көтерілген кезде киетін киімдер: тапочка, резиновый тапочка алсаңыз болады, жуып шайып қайта киюге ыңғайлы. Халат және сорочка. Өзіңізге ыңғайлы түрін таңдап аласыздар. Емізуге ыңғайлы болатындай осындай түймелермен немесе замогымен түрлерін таңдап алсаңыз болады. Халат, сорочка және де компрессионный чулки және носки. Компрессионный чулки сіз жүктілік бойына киіп жүрген болсаңыз, сізде варикозное расширение вен болса, онда міндетті түрде өзіңізден бірге алып кетіңіз. Келесі ол керек болатын зат: влажная салфетка. Екі пеленка керек болады. Бұл біздің астымызға төсеуге керек болады. Және де памперс. Памперс бірінші жүктілік кезде маған біреу жетті, бірақ неде болса осы жолы мен екеуін алып бара жатырмын. Одан кейін осындай бір штук одноразовый трусики. Енді бұйырса аман-есен босанып алғаннан кейін баланың заттарын көрсетейін. Баланың заттарын арнайы бөлек пакетке салып қойдым. Акушеркаға алған кезде ыңғайлы болу үшін барлығын үстел бір алып, баланың заттарын бірге тұрғаны дұрыс. Бұл жерде бір штук памперсінен бөлек салып қойдым. Носкиі, осындай жылы носки. Және де ішіне киетін, көрсетейін. Ішіне киетін осындай кішкентай распашонка. Распашонкасымен. Және де осындай Рахим бейбидің комплекция. Маған өте қатты ұнайды. Олардың всегда качественно, материалдары өте жақсы болып всегда тігіледі. Көрсетейін. Мынандай шапочкасымен, мынандай ползункимен және үстіне киетін киіммен бірге. Бұл жерде антицарапка алған жоқпын. Антицарапка өйткені мынаның өзінің қолына кигізетіні бар. Мен көбі 56 размер алып жатады, бірақ мен 62 размер алдым. Үлкен болса да, сол үлкен болғаны жақсы шығар деп 62 размер алдым. Тағы да қағаз салып қойдым сумканың ішіне. Бұл жерде роддомға кететін кезде ұмыт кетпейтін заттар. Яғни мен обменная карта удостоверение деп жазып қойдым. Өйткені обменная картаны біз ай сайын поликлиникаға барғанда өзімізбен алып жүреміз ғой. Сол үшін роддомға кететін кезде ұмытпай салу үшін. Келесі зарядка. Зарядка ұмытпау керек. Және су. Суды негізі 1 литр былай простой су алып, қасына 2,05 соткасы бар бутылка алған ыңғайлы. Перекусқа енді әркім өзі біледі не алғысы келетінін. Біреу шоколад алады. Мысалға мен булочка алғым келеді. Именно булочка с маком деп жазып қойыппын. Әркім сол кезде өзінің бір тәтті сүйіп жейтін затын жегісі келеді ғой. Сол себепті мен булочка с маком деп жазып қойыппын. Және де зубная паста, щетка, умывалка. Оны бұйырса мына гигиеничканың ішіне қосам. И косметичка. Косметичка бұйырса выпискаға шығатын кезде боянып шығу үшін, әдемі болып шығу үшін. Деміне осындай гигиена заттары. Бұның ішінде туалетная бумага, влажная салфетка. Детский мыло алдым. Ол өзім қолдансам да, балаға қолдансам да екеумізге жетеді осы. Және де мына жерде мынандай Бьюбхеннің майы бар. Кішкентай түрін алдым. Маған балаға памперстің астына присыпка немесе именно подгузник крем дейтіндер болады ғой. Олар ұнамайды маған, олар қою, дұрыс жағылмайды, бір келіспейді. Ал осы Бьюбхеннің майы, массажный майы, ол памперстің астына өте күшті келіседі. Сол себепті барлық ата-аналарға кеңес беремін. Және сіздермен тағы да бір күшті затпен бөліскім келіп тұр. Бірінші жүктілік кезде мен осыны қолданған болатынмын.
осындай бір бет қағазға өзіңізге напоминание жазып аласыз. Мысалға роддомға барған кезде енді толғатып жатамыз да, біз кішкене қорқып бастаймыз, уайымдаймыз. Сол кезде бүкіл дайындалған затымызды ұмытып қаламыз кішкене. Сол себепті схватка кезде не істеу керек деген сияқты осындай қағазға жазып алсаңыз болады. Бұны бұйырса видеоның соңында оқып берейін не жазғанымды. Сол себепті қызық болса видеоның соңына дейін қараңыздар. Ал біз жалғастырамыз. Ал енді после родов бізге керек болатын заттар, ол ең алдымен біздің киіміміз, ауысып киетін осындай екі халат алдым киюге, және де іш киім, прокладки, осындай екі штук жетеді деп ойлаймын, және де бумажный салфетки. Мына жерде баланың заттары, дәл жаңағыдай екі пеленка, распашонка, 3 в 1 комплект киімі және носки. Және де памперс. Жаңа туған балаларға именно осы түрінен таңдауға кеңес беремін. Осының барлығы бір сумкеге сыйды. Бұл жерде артық зат жоқ, және жетпей қалған зат жоқ деп ойлаймын. Мысалға, кейбір аналар бутылка, смесь, пустышка, және де омырауға жағатын майльдар алып жатады, егер трещина болған жағдайда деп. Бірақ оның барлығын мен ойлаймын, бірден алып керек емес. Нағыз керек болған кезде алдыртсаңыз болады. Қазір үйіңізде бірге алдыртсаңыз да, немесе магазиннен доставка берсеңіз де тез әкеліп береді ғой барлығы. Бірақ ең бастысы, ол заттарды маған керек болады деп ойламау керек сияқты. Өйткені изначально бала жақсы ем кетеді, менде ешқандай трещина болмайды, бәрі жақсы болады деген оймен бару керек деп ойлаймын роддомға. Так, осымен перзентхана сумкасіне обзор бітті. Енді жаңағы напоминанияны сізге оқып берейін. Схватка басталған кезде ең бастысы толғақ кезде айқайламау керек, шатып алмау керек. Көп қозғалу керек. Даже род залдарда фитбол қойып қояды, сол фитболдарға қозғалып, мініп, жүріп, көп активность жасау керек. Және де бұл жерде мысленно балаға көмектесуім керек деп ойлау. Морально дайын болу өте маңызды. Өйткені морально дайын болсаңыз, сізге оңай болады. Мына жерде балаға көмектесуім керек деп ойлау деп жазып қойыппын. Ол негізі әйел адамға өте көп күш береді. Мысалға, мен өзім жауапкершілікті сезініп, баланың дүниеге келуіне мен көмектесетінім, егер мен айқайласам, жыласам, шыдамасам, онда ол балаға қиын болады деген ой маған өз-өзіме дейін күш берді. Келесі демалу, яғни техника дыхания. Бұл жерде ұмыт қалмау үшін қай кезде қалай демалу керек бәрін жазып қойғанмын. Мысалы, схватка болған кезде жай регулярно демалу, терең демалу 4-ке дейін, терең дем шығару 6-ға дейін деп жазып қойыппын. Ал схватка күшейген кезде собачка сияқты демалу керек. Схватка қойған кезде демалып, жаймен күш жинау қажет. Енді потуге кезде қалай болады? Не жазып қойыппын? Тужиться, яғни үлкен дәретке барған сияқты күшену деп. Яғни көп адам бетіне күшеніп қояды дейді, ол дұрыс емес. Яғни біз күшенген кезде төмен қарай, демалып, тыныс алған кезде төмен қарай беру керек екенбіз. Потуге кезде қалай демаламыз? Потуге дегеніміз, яғни схватка болады, сен сол кезде барынша күшену керексің. Оны дұрыс жасау үшін ең алдымен схватка басталады, сол кезде сен терең демалып, 10 секунд деміңді ұстап тұрып, қатты күшену керексің, яғни төмен қарай, жаңағыдай үлкен дәретке барған сияқты еді, сөйтіп күшенесің. Сосын күшеніп 10 секундтан кейін жаймен деміңді шығарасың. Қатты дем шығаруға болмайды, өйткені бала қайттан кері кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін жай дем шығарамыз. Ал бір схваткада дәл осылай 3 рет істеу керек, яғни терең демалып, күшеніп, жаймен жіберіп, осылай 3 рет істеу керек. Және врач баланың басын шығарып жатқан кезде собачка сияқты ерінмен немесе тіспен поверхностно демалу керек деп жазып қойыппын. Мысалға, көп жағдайда біз қорқып немесе андай бір қатты шаршап кеткен кезде осыны ұмытып қаламыз ғой. Сол кезде осындай қағазды оқып алып, еске түсірген бізге өте жақсы көмектеседі деп ойлаймын. Болды, рахмет. Және де тағы бір лайфхак.
роддомға кететін кезде бұйырса выпискаға киетін киімдеріңізді дайындап кетіңіздер, чтобы күйеуіңізге немесе үйдегі адамдарға айтқан кезде тек алып әкеліп бере қоятындай. Вот. Өйткені мен есімде бірінші жүктілік кезде менде дайын болмай анау ана жерде мынау мына жерде бәрін жинастырып сөйтіп қапылған есімде. Сол себепті бәрін алдын ала дайындап кетіңіздер. Қарағандарыңызға үлкен рахмет. Лайк басыңыздар, егер алып қосарыңыз болса, комментарий жазыңыздар, және де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өйткені бұл каналда мен әртүрлі видеолар салатын боламын. Декреттегі қызықтар жайлы, өзін дамыту, бала күтімі деген сияқты. Бұл менің алғашқы видеом. Және келесі видеоларда сіздерді күтемін. Сау болыңыздар. Манадан бері маған көмекші болып жүрген осы баламен танысып кетейін. Айбергенчик, менің тұңғышым. 1 жас 3 ай болдық. Бұйырса өзінің інісін күтіп жүр. Ал.